Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Антарктида жайлы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Видео басталмас бұрын сен менің арнама әлі де тіркелмесең, тез тіркеліп кет. Антарктида жер шарындағы жалғыз мұзды материк. Жалпы көлемі 14 миллион шаршы метрді құрайды. Бұл материктің 99%-ын мұз басып жатыр. Антарктида жер шарындағы ең биік құрлық болып саналады. Біз бүгін осы ерекше бір материк жөніндегі қызықты деректерді ұсынамыз. Антарктида сөзі аюға қарама-қарсы деп аударылады. Ежелгі гректер мұзды аймақты солтүстік полюсте орналасқан жеті қарақшының құрметіне Арктикос деп атаған. Антарктиданың ең биік нүктесі Винсон тауы. Оның биіктігі 5140 метр. Антарктида жер бетіндегі ең суық аймақ қана емес, сонымен бірге ең құрғақ құрлық. Антарктидадағы ең жазғы, ең жылы уақыт ақпан айы. Мұнда ең таза антарктикалық Уэдделл теңізі орналасқан. Әрине, теңіздің тұнық болуы заңды, өйткені бұған келіп ешкім шомылмайды. Теңіздің тазалығы сондай, оған бір зат тастай салсаңыз, 80 метрдегі затыңызды көре аласыз. Антарктидада үнемі тұрғылықты тұрғындар жоқ десе де болады. Мұнда келушілер тек оқымысты ғалымдар ғана. Жазғы уақытта адамдар саны 5000 болса, қыс мезгілінде бар болғаны 1000 адам ғана қалады. Антарктида жағалауында құстардың ерекше түрі пингвиндер көп таралған. Олардың 17 түрі кездеседі. Ең көп таралғаны Аделий деп аталатын кішкене пингвин. 1978 жылы 7 қаңтарда Эмилио Маркус П. Пальма деген сәби осы құрлықта туған тұңғыш сәби ретінде тіркелді. Ал достар, осымен біздің видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, лайк қойып, комментарий жазып тіркеліп кет.